Сәлем балақай. Бүгін біздер әліппе сабағынан 57-ші сабақ ң әрпімен танысатын боламыз. Алдымен оқулығымызға қараймыз. Оқулықта суреттер берілген. Кәне осы сурет бойынша әңгіме құрастырып көрейік. Бұл жерде ненің суреттері берілген? Аңдардың суреттері берілген. Қандай аңдарды көріп тұрмыз? Арыстан, аю, маймыл, керік және сұңқар. Бұл жерге кімдер келе жатыр? Атасы және немересі келе жатыр. Олар хайуанаттар саябағының ішін аралап серуендеуге келе жатыр. Енді осының ішіндегі балалар сұңқарды алайық. Сұңқар бұл құстың атауы. Бұл жерде бізге таныс емес қандай дыбыс бар? Ң дыбысы. Ң дыбысы дауыссыз дыбыс. Ол сөздің ортасында немесе соңында кездеседі. Ң әрпінен басталатын қазақ тілінде ешқандай сөз кездеспейді. Кәне сұңқар деген сөзге дыбыстық талдау жасайық. С дауыссыз, О дауысты дыбыс, Ң дауыссыз дыбыс, К дауыссыз дыбыс, А дауысты дыбыс, Р дауыссыз дыбыс. Буынға бөлеміз. Сұңқар екі буыннан тұрады. Келесі астында осы ң дыбысына қатысты сөздер берілген. Кәне бірге оқып шығайық. Аң, таң, шаң, маң, шың, мың, оң, оңаша. Келесі астында таңдану мәтін берілген. Бірге оқып шығайық. Таң ат атасымен серуендеді. Серуендеуді аңдар тұратын торлардан бастады. Оның алдында терісі теңбіл аң тұрды. Мойны неткен ұзын еді. Бұл керік болатын. Таң ат керікке біраз уақыт таңдана қарады. Бұл жоғарыда берген суретке қатысты. Таң ат деген бала атасымен бірге саябаққа серуендеуге келді. Сол жерден ол аңдар тұратын торлардың жанынан бастады. Ең бірінші терісі теңбіл тұрған аңға көзі түсті. Оның мойны сондай ұзын болды. Ол мойны ұзын керікке біраз уақыт таңдана қарады. Таң қала қарады. Таңдану деген таң қалу деген мағынаны білдіреді. Келесі астында тапсырма берілген. Бірге орындайық. Бұл жерде балалар буындарды біріктіру арқылы біздер сөздер құрастыруымыз қажет. Ең бірінші қайың. Келесі аңшы, еңбек. Қайың, аңшы, еңбек деген үш сөз құрастырдық. Келесі бұл суретте ағаш берілген. Бұл ағаштың атауы қайың. Кәне буынға бөлейік. Қайың неше буыннан тұрды? Екі буыннан тұрды. Қ дауыссыз, А дауысты, И дауыссыз, дауысты, Ң дауыссыз дыбыс. Ң дыбысының өзінің айтылу ерекшелігі бар. Ң дыбысын Н дыбысынан ажырата білу қажет. Бүгінгі ң әрпі және дыбысына берген тапсырмалар аяқталды. Тақырыптар түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.